мамыр күні мен оған свободаны сыйладым деп айтып жатыр да. Сіздің саранаңыздан сұрану сияқты көрініп тұр. Егер де Жанерке сізге бармайсың десе, сіз Жанеркені шақырған болатынбыз, келіңіз. Мекен өтірігі Әділжанның бар мекен жасырғаны деп бір өлек шумақтар кеп тұр негізі. Вообще тибесін Төске қолын тигізбеді. Кейбіршеледі, ал төсті мінекей мөлдір жеңгесі алып келді. Бұл төстің өзі құдіретімен қасиетті күшті ғой, оны алып келгеннен кейін да кеу бала. Мынаның мөз жүргенде кәдімгі дымын қалдырмай, сүйегін қалдырып жейсің ғой. Жоқ, жүрекке тимейтін май, тыңдасаңшы. Сосын біз оны білеміз сен қалай жеп жатыр төсті, шын ниетпен жеп жатыр ма, осы әулетке күйеу бала болғаны қуанышты ма, жоқ қуанышты емес па. Содан білеміз. Ана төсті тазалап, арасының бәрін, жілік майының бәрін шағып, етінің бәрін сорып, тауып жейсің. Жәрдем бересің ғой? Егер де жаңағында бізде айтады ғой, абысын тату болса ас көп деп. Бажа тату болса да жақсы деген ырымдарды аласынан бажаңа сатып әйді екеуін қолдасына. Екеуіңді көрейік, ырзасына ма, біздің қыздарға ырза емессің ба? Дұрыс па? Тілек екеуміз плов жеуге келдік. Сразу давада жейін деп жатырмын. Ал, бисмилля. Ыстық болып тұр екен өзі. Что это такое? Еті прям жұмсақ сияқты. Жестко болып тұр ғой, а? Ташкентский ғой. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Тағы да достар, алдынан бері айтып жатқан лотымыз бар ғой. Лот 1, лот 2, лот 3, лот 4. Осылардың барлығын бүгін сағат ровно 18:00-де жабамыз. Сол себепті сіздерде тағы да уақыттары бар. Үлгеріп қалам дейтін болсаңыздар, 50% скидкаға тойға шақыру, реклама салдыру, амбассадорстваға ұсыныс, тағы да бірге коллаборация дегеннің барлығына үлгеріп қалам дейтін болсаңыздар, сіздерде әлі 18:00-ге дейін уақыт бар. 18:00-ден кейін уже онда 50% скидка болмайды, и алдағы уақыттарда да болмайды ол нәрсе. Сол себепті бүгін соңғы күн. Баршаларыңызға сәттілік. Короче, бүгін жұмаға бардым, шаруаларын бітірдім. Көптеген таныстарым көріп жатырмын ғой, братандарды көріп жатырмын. Бәрі айтады, семіріп кетіпсің дейді, семіріп кетіпсің дейді, жайылып баратсың дейді. Шын ба, өтірік пе? Шын ба, шын. Семіріп баратсың. Қай жері? Элемент тренировка істемей жүргенсің ба? В общем, дыр-дыр болса хабарласыңдар. Кетіру керек, вроде нормально. Семіріп баратсың. Чем арық болғаннан нормально сияқты. Оқтау керек дейміз. Үйленгеннен кейін бір жылдан кейін өз сондай бола ма, или ерте семіріп баратын ма жігіттер? Бұл жақта енді қыздардың жақсы көретін отанын, даже семейный адамдар келіп бірге таңдап жатады. Өйткені бұл жақта отбасыға қажеттінің барлығы бар. Бәрі бар ғой, бәрін табасыздар. Біз уже қанша жылдан бері қарай осы жаққа келеміз, кейбанада. Хоть косметика, бәрі бар.